Назар аударыңыз. Бұл қазақ тілі пәні бойынша тестілеу. Тестіні бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият тыңдаңыз. Бұл пән 10 мәтіннен және 20 сұрақтан тұрады. Тестілеу кезінде мәтін мен сұрақты мұқият оқып, ұсынылған нұсқалардан дұрыс жауапты таңдаңыз. Тестілеу кезінде келесі және алдыңғы сұрақтарға баруыңызға болады. Тестілеуді аяқтамас бұрын барлық сұрақтарға жауап бергеніңізді тексеріп алыңыз. Тестіні орындау үшін сізде 40 минут болады. Уақыт аяқталғаннан кейін тестілеу автоматты түрде жабылады. Дайын болғанда тестіні бастаңыз.